Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен бірге өте дәмді слезы ангела деген тортты бірге жасаймыз. Ол үшін біз ең алдымен ыдысымызға ұнды, қантты қосамыз, жұмыртқаның сарыуызын қосамыз, қопсытқыш, яғни разрыхлителді қосамыз, сары май, қаймақты барлығын бірге араластырып, қолымызбен қамыр илейміз. Бізге қолымызға жабыспайтын қамыр шығу керек. Оны салафанға салып, тоңазытқышқа салып қоямыз. Осы уақыт аралығында біз салмасын дайындап аламыз. Ең алдымен біз ірімшікке қантты қосамыз, қаймақты, жұмыртқаның сарыуызын, ванилинді барлығын кезегімен қосып, блендердің көмегімен езіп аламыз. Барлық керекті қоспалардың барлығын мөлшерін видеоның астына жазып қалдырып кетемін. Міне блендердің көмегімен араластырып алдым. Бізде консистенциясы осылай шығуы керек. Қатты сұйық емес, және де қатты қою емес. Диаметрі 24 сантиметрлік кез келген форманы аламыз. Менде осындай форма. Асты ашық болғаннан кейін астына фольганы салып, жан-жағын жақсылап бекіту керек. Тоңазытқыштан бағанағы салып қойған қамырымызды алып, қолымызбен барлығын жайып шығамыз. Барлық жері тегіс бірдей болуы керек. Егерде қамыр қолымызға жабысқан болса, осылай оны кішкене сеуіп жіберіп, жақсылап жайып аламыз. Барлық шет-шетін барлығын жақсылап жаюымыз керек. Міне видеода көрсетілгендей кішкене шетін көтереміз. Қазір ірімшік қосылған салманы құйған кезде шетінен ағып кетпеуі үшін осылай жасауымыз керек. Духовканы 180 градуста қыздырып алып, салмамызды осылай құйып алып, духовкаға саламыз. Торттың пісуіне 5-7 минут қалған кезде жұмыртқаның ақуызын дайындаймыз. Ол үшін бізге 4 жұмыртқаның ақуызы және де 4 қасық қант керек болады. Осындай ұзын ыдысқа салып, барлығын миксердің көмегімен өзінің формасын ұстап тұратындайға дейін көпіртіп аламыз. Бізде міне консистенциясы осылай болу керек. Торт пысқаннан кейін осы жұмыртқаның ақуызын алып, осылай бетіне жағып шығамыз. Бетіне вилкамен немесе қасықпен осылай өрнектер жасасаңыздар, сызықтар жасасаңыздар болады. Духовкада 5-10 минутқа бетін қыздырғанға дейін қалдырамыз. Қаншалықты беті қызарып қоңыр болған сайын, бетіндегі тамшылардың да түсі соғұрлым қою бола түседі. Духовканы өшіріп 5 минут аузын ашамыз. Одан кейін қайтадан духовкаға 2 сағат немесе 1,5-1 сағатқа қалдырамыз. Сол кезде бетінде тамшылары пайда болады. Менде мына видеода анық көрінбей тұр. Жақындап қарасаңыздар, негізі өте ұсақ қоңыр түсті тамшылар пайда болады. Сіздер бұл слезы ангела тортын міндетті түрде жасап көрулеріңіз керексіздер, себебі барлығының көңілінен шығады, өте жұмсақ әрі тойымды. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Еркежан, назарларыңызға рахмет. Міндетті түрде жасап көруді ұмытпаңыздар.